Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі біздің шығарылым осы сәрсенбі күні кешкі сағат 6-да болатын, яғни Қазақстан уақытымен жексенбі күні таңғы сағат 6-да болатын UFC Fight Night-ға арналады. Бұл жолға UFC Fight Night-тағы боецтер, яғни орта салмақ дәрежесінде болады, яғни басты main event ол номер 11-ші рейтингте тұрған орта салмақтағы Норвегияның өкілі Джек Хермансон мен ақш-тың өкілі рейтингқа топ 15-ке кіргісі келетін ақш-тың өкілі Джо Пайфер арасындағы кездесу болады. Әрине, менің білуім бойынша біздің Қазақстанда көрермендер көптеген боецтерді біле бермеуі мүмкін. Барлығын іздеп отқан жоқпын, әрине көбісін айтып отырмын. Яғни біздің көбісіміз білетін UFC-ге әйгілі атақты боецтер ғана, мысалы Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, Камару Усман, Израиль Адесanya сияқты болмаса бір тек қана нөмірлік турнирлерде ғана өнер көрсететін боецтер болуы мүмкін. Бірақ менің мақсатым сіздерді UFC-дің басқа да Fight Night-тарымен қоса, сонымен қатар UFC-дің басқа да боецтерімен сіздерді таныстырғым келіп отыр. Өйткені бұл UFC-дағы әрбір боецтің өмірі ол мақтауға лайықты. Олар әрбір боец кезінде балалық шағында өте көп қиыншылықтардан өткен. Солардың бірі әрине осы картта main event'та өнер көрсететін Джо Пайфер. Яғни осы картқа қысқаша тоқталатын болсақ, main картта бас аяғы 5 кездесу жоспарланған. Атап өткендей, бұл кездесулердің біріншісі жексенбі күні Қазақстан уақытымен таңғы сағат 6-да басталады. Main картқа тоқталатын болсақ, біздегі бірінші main картты ашатын боецтер, олар Родольфо Виейра мен Армен Петросян, яғни Бразилияның өкілі Арменияның өкіліне қарама-қарсы өнер көрсетеді. Бұл жердегі Родольфо Виейра мен Армен Петросянның рекордына тоқталатын болсақ, әрқайсысына жеке-жеке қысқаша. Армен Петросянның кәсіпқой рекорды ол 11 кездесу өткізген, оның 9-ында жеңіске жетіп, екеуінде жеңіліске ұшыраған. 6 кездесу нокаутпен аяқтаған, және де 3 кездесуінде қарсыластарын бірінші раундта жеңіп шыққан. Ал Родольфо Виейра ол Бразилияның өкілі атап өткеніміздей, ол 11 кездесу өткізіп, бас аяғы соның 9-ында жеңіске жетіп, екеуінде жеңіліске ұшыраған. Бірінші раундта бір кездесуінде қарсыластарын нокаутпен жеңсе, қалған 8 кездесуінің қарсыластарын сабмишнмен жеңген. Яғни бұл дегеніміз Родольфо Виейра ол нағыз джиу-джитсер, болмаса грэплер болып табылады. Және де оның 5 кездесуінде ол қарсыластарын бірінші раундта жеңіп шыққан. Одан кейінгі екінші кездесуіміз бізде осы жеңіл салмақта өтеді. Жеңіл салмақта ол әрине біз білетін жеңіл салмақ деп отқанымыз ол Хабиб Нурмагомедов, Чарльз Оливейра, болмаса Тони Фергюсондердің салмағы, білмейтін болсаңыздар. Яғни американдықтан тілмен айтқанда бұл 155 паундта, яғни 70 килограммда өнер көрсететін боецтер. Бұл жердегі кездесу Майкл Джонсон мен Дариус Флауэрс. Майкл Джонсонды UFC-дің нағыз фанаттары, бұрыннан келе жатқан фанаттар біледі. Майкл Джонсон кезінде Дастин Пориемен, Джастин Гейджімен, Тони Фергюсонмен және де Хабиб Нурмагомедовпен кездесу өткізген. Сіздер Майкл Джонсон кім дейтін болсаңыздар, Джастин Гейджімен болған кездесуді қарап шығуларыңызға кеңес беремін. Сосын білетін боласыздар кімнің Майкл Джонс екенін. Майкл Джонстың рекордына тоқталатын болсақ, ол бас аяғы карьерасында 41 кездесу өткізген. Бұл өте үлкен көрсеткіш. Бірақ әрине барлығы жеңіс емес. Оның 22-сі жеңіс, 19-ы жеңіліс, өкінішке орай. 9 кездесуін ол нокаутпен жеңген, 2 кездесуінде сабмишнмен жеңген, және де 8 кездесуінде қарсыластарын бірінші раундта жеңіп шыққан. Оның қарсыласы Дариус Флауэрске тоқталатын болсақ, Дариус Флауэрстың рекорды бас аяғы 19 кездесу өткізген, оның 12-сінде жеңіске жеткен, 6-ауында жеңіліс тапса, 1 кездесуі тең аяқталған. 12 жеңістің 9-ын ол нокаутпен аяқтаған, және де 7 кездесуінде қарсыластарын бірінші раундта жеңген болып тұр. Одан кейінгі біздің кездесуіміз main карттағы ол осы орта салмақта өтеді. Орта салмақта Бред Таварес пен Грегори Родригес. Бред Таварес бұл да орта салмақта аты аңызған айналған боецтердің бірі. Әрине дәл қазіргі сәтте ол топ 15-ке кірмейді, бірақ та бұрынғы уақытта топ 5-ке кірген боецтердің біреуі.
Брэд Таварес ол кезінде Роберт Уитакермен, Израиль Адесаньямен, Шон Стрикландпен, дәл қазіргі чемпион Дрикус Дюплесимен де кездесуге шыққан мықты боец, аты аңызға айналған деп айтсам қателеспеймін. Оның қарсыласы Грегори Родригес. Грегори Родригес деген кім дейтін болсаңыздар, сіздерге бір ғана мысал келтірем. Грегори Родригес ол Майами қаласында Шавкат Рахмоновпен бірге Килл-Клифф залында жаттығады. Брэд Таварестің рекорды бас аяғы 29 кездесу өткізген, оның 20-сында жеңіске жетсе, 9-ында жеңіліс тапқан. 5 кездесуін нокаутпен жеңген, 2 кездесуін сабмишнмен және де 5 кездесуінде қарсыластарын бірінші раундта жеңіп шыққан. Ал Грегори Родригес ол бас аяғы карьерасында 19 кездесу өткізген, 9 кездесуін нокаутпен жеңген, 3 кездесуін сабмишнмен және де 7 кездесуін қарсыластарын бірінші раундта жеңіп шыққан. Одан кейінгі біздің кездесуіміз мейн карттағы ол Роберт Брейшек пен Игорь Потеря. Роберт Брейшек ол Польшаның өкілі, ал Игорь Потеря Украинаның өкілі болып табылады. Әрине бұл кездесуде жаңағы тоқталатын болсақ, Роберт Брейшек ол орта салмақта көрсетеді, өнер көрсетеді. Оның бас аяғы 22 кездесуі бар екен карьерасында. 11 кездесу нокаутпен аяқтаған, 1 кездесуін сабмишнмен аяқтаған, ал 10 кездесуінде қарсыластарын бірінші раундта жеңіп шыққан. Ал Украинаның өкілі Игорь Потеря бас аяғы карьерасында 24 кездесу өткізген, 19 кездесуін жеңіспен аяқтаса, 5 кездесуін жеңіліспен аяқтаған, 9 кездесуінде нокаутпен жеңсе, 6 кездесуін сабмишнмен жеңген және де 15 кездесуінде қарсыластарын бірінші раундта аяқтап шыққан. Ал одан кейінгі карт ол осы UFC Fight Night-тың co-main ивенті, яғни co-main кездесуі. Ол жартылай жеңіл салмақтағы боецтер номер 13-ші Дэн Иге мен топ 15-ке кіргісі келетін Андре Фили арасында кездесу болады. Бұл екі боецтің екеуі де Американың өкілдері болып табылады. Дэн Игеге тоқталатын болсақ, ол кезінде Хабиб Нурмагомедовтармен, Ислам Махачев, Умар Нурмагомедовтармен бірге кезінде American Kickboxing Academy'де бірге жаттыққан. Дәл қазіргі сәтте Лас-Вегаста Шон Стрикландпен бірге бір залда жаттығады. Жаңағы атап өткен Брэд Таварес те осы Дэн Игемен бір залда жаттығады. Дэн Игенің рекорды 24 кездесу өткізген, 17-сінде жеңіске жетіп, 7-інде жеңіліске ұшыраған, 5 кездесуін нокаутпен аяқтаған, 5 кездесуін сабмишнмен және де 6 кездесуін бірінші раундта аяқтап шыққан. Оның қарсыласы Андре Фили. Андре Фили ол өте тәжірибелі боец. Ол өзінің карьерасында бас аяғы 33 кездесу өткізіп, оның 23-інде жеңіске жетіп, 10 кездесуінде жеңіліс тапқан. 10 кездесуінде 10 жеңісін нокаутпен аяқтаса, 3 жеңісін ол сабмишнмен аяқтаған және де 8 жеңісінде қарсыластарын бірінші раундта жеңіп шыққан. Одан кейінгі бұл әрине UFC Fight Night-тың main ивенті ол Норвегияның өкілі Джек Хермансон мен американдық Джо Пайфер арасында. Джек Хермансонға тоқталатын болсақ, бұл әрине өте тәжірибелі, орта салмақтағы өте тәжірибелі боецтердің біреуі. Топ 15-те жүргені өте көп уақыт болған боец. Сондықтан да бұл боецті ойламаңыздар. Жаңа аты белгісіз боец болмаса, біз білмейтін боец деп, бұл өте тәжірибелі боец. Өте көп жылдар бойы топ 15-те жүрген боецтердің біреуі. Джек Хермансонның рекорды бас аяғы 31 кездесу өткізген, оның 23-інде жеңіске жетіп, 8-інде жеңіске ұшыраған. 11 жеңісін нокаутпен аяқтаған, 6 жеңісін сабмишнмен аяқтаған және де 10 кездесуіне қарсыластарын бірінші раундта жеңіп шыққан. Оның қарсыласы Джо Пайфер, американдық Джо Пайфер. Бұл боецке өте қысқаша тоқталғым келеді. Бұл боец балалық кезінде өте көп қиыншылықтарды көрген, оның әкесі оның жаңағы анасын көп ұрған. Сіздер ойламаңыздар, жаңағы тұрмыстық зорлық-зомбылық тек қана Қазақстанда деп, тұрмыстық зорлық-зомбылық даже Америкада бар ол нәрсе. Сондай қиыншылықты көріп өскен боец, жасы 27-де, бірақ та бір нәрсе риза болатын әкесіне, әрбір интервьюінде айтып өтеді. Әкесі
осы Джо Пайферді джиу-джитсуға алып келген. Содан бастап Джо Пайфер осы ММА-ға қатты қызығып бастаған, және де балалық шағындағы ең қиыншылықтардың барлығын ол осы спорт залға келіп, ММА-ға келіп, джиу-джитсуға келіп ұмытып отырған. Яғни ол айтады, 1-2 сағат болсын мен өмірімдегі отбасылығымдағы қиыншылықтарды ұмытатынмын деп. Бірақ дәл қазіргі сәтте бұл өте орта салмақта хайпта жүрген боецтердің біреуі. Соңғы 3 кездесуіндегі UFC-дағы ол барлығын нокаутпен жеңіп шыққан. Және де ол UFC-ға оңайшылықпен келген боецтердің біреуі емес. Ол өйткені 2022 жылы Дана Уайттың контендер сериясына келіп, дәл сол бірінші кездесуінде хайпта бола тұра, ол бірінші кездесуінде қарсыласы оны тейкдаун жасаған кезде ол шынтағын сындырып, операция жасағанның өзінде оның былай қойып қарасы, ол өзінің интервьюларында көрсеткен, оның қателеспесем сол қолы немесе оң қолы қисық, яғни шынтағын осылай қойған кезде оның қолы былай тұрады, бір қолы. Сондықтан да ол сол травмадан, сол жарақаттан жазылып, келесі жылы 2023 жылы сол неге Дана Уайт контендер сериясына келіп, бірақ сонда да сол өзінің қайтпас мінезінің арқасында өтіп, сол контендер сериясынан, және де қазір атап өткенде UFC-да соңғы 3 кездесуінің барлығын нокаутпен жеңіп шыққан. Сондықтан да UFC бұл Джо Пайферге топ 15-ке кіруге мүмкіндік беріп отыр. Яғни номер 11-ші Джек Хермансмен шығуға. Джо Пайфердің рекорды 14 кездесу өткізген бас-аяқ карьерасында 12 кездесуін жеңіске жетіп, 2 кездесуінде жеңіліске ұшыраған, 8 жеңісін нокаутпен аяқтаған, 3 жеңісін сабмишнмен аяқтаған, және де 6 кездесуінде қарсыластарын бірінші раундта жеңіп шыққан. Ойлай беріңіздер, 12 жеңістің 11 жеңісін уақытынан бұрын аяқтаған. Әрине, бұл мейн ивентта мен Джо Пайферге жақтасам, оны фаворит деп есептеймін, өйткені ол жас, Джек Хермансонға қарағанда тәжірибесі аз болғанмен хайпта жүргендіктен, және де соңғы 3 кездесуіндегі рекордына қарап, мен бұны Джо Пайферді фаворит ретінде көрем. Ко-мейн ивентта Дэнни Иги мен Андре Фили арасында бұл жерде 60% жағдайда Андре Фили жеңеді деп ойлаймын. Өйткені Андре Филидің тәжірибесі өте көп, және де Андре Филидің топ 15-ке кіруге желаниясы өте бешеный, былай айтқанда, қарапайым тілмен айтқанда. Ал одан кейінгі кездесу Роберт Бришек пен Игорь Потеря арасындағы орта салмақта кездесуде әрине Украинаның өкілі Игорь Потеряға жақтасам. Ал одан кейінгі орта салмақтағы кездесу Бред Таварес пен Грегори Родригестің кездесуінде Шавкат Рахмоновтың командаласы болған үшін Грегори Родригеске жақтасам. Одан кейінгі кездесу жеңіл салмақтағы Майкл Джонсон мен Дариус Флауэрстің кездесуінде Майкл Джонсонға жақтасам, өйткені ол мен үшін аңыз адам, жеңіл салмақтағы өте мықты кездесулердің барлығында өнер көрсеткен. Ал мейн карт ашатын Рудольфо Вейера мен Армен Петросянның арасында кездесуде Бразилияның өкілі Рудольфо Вейераға жақтасам, өйткені оның джиу-джитсуы мықты, және де грэплингі мықты, и бағана жоғарыда атап өткеніндей, оның рекорды өзі айтып тұр. Осы видеоны көріп тамашалағандарыңызға үлкен алғыс айтам. Бұл каналға жазылды міндетті түрде ұмытпаңыздар, және де ұнап жатса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Және де басты нәрсе, осы жексенбі күні Қазақстан уақытымен таңғы сағат 6-да болатын, Америка уақытымен, яғни Американың Central Time сағат кешкі сенбі күні кешкі сағат 6-да басталатын мейн картты тамашалауды ұмытпаңыздар. Және де осы картты көріп болғаннан кейін осы видеоның астына өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Күндеріңіз жақсы өтсін әрине.